Сәлеметсіңдер ме? Менің құрметті оқушыларым. Қазақ әдебиеті пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. Сіздермен мен Индира Болатқызы. Сабағымыздың тақырыбы Ерлан Жүністің «Менің атым тәуелсіздік» өлеңі. Сабақтың мақсаты балалар әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіну екен. Яғни балалар біз осы өлеңдегі көтерілген әлеуметтік мәселені идеясы арқылы түсіну керекпіз. Болса, менімен бірге оқулықтарыңыздағы 99-шы бетті ашып, бірге оқиық. Оқу барысында мына сұрақтарға назар аударып отырайық. Мен сіздерге өлеңнің идеясы ашылатын жерлерден үзінді оқимын, ал сіздер толық оқуға тырысыңыздар. Алып қорғанның құлағанын көрдім, небәрі 6 жасымда. Алып тұлғалар жылағанын көрдім, бастарын сүйеп ғасырға. Алып таулардың шайқалғанын көрдім, 6 жасымда сонықты. Аңыз ұнаған, жаралған күннен ұл жайлы. Дегенде шығар, бодандық жайлы білмесін. Сен түсін, дәуір сонау бір қанды жыл кешір. Тарихтан дәріс оқитын менің анашым орта мектепте. Ұлына бірақ айтпапты кісен, құлдық пен түрме бүргесін. Ерлікті айтқан, үйретпеді ол ездікті. Ұстатқан қалам, ұстатпады ол кездікті. Құлыным, сенің тарихың басқа деген тек. Ол бәлкім менен сөз күтті. Ал бүгін енді тарихты өзім білемін. Жолдарды сезем, жонарқан менен мың жылдар өткен ұлы есім. Тәуелсіздік ше, ол менің тегім, ұлдарыма оны дарыттым. Балалар, өте әсерлі өлең жолдары, аралас шумақты болып келеді өлеңнің құрылысына қарайтын болсақ. Ал енді мына сұрақтарға жауап берейік. Өлең еліміздегі қай оқиғалармен байланысты деп ойлайсың? Жаралған күннен ұл жайлы деп қай тарихи кейіпкер туралы айтылып тұр? Тәуелсіздік ше, ол менің тегім деуінде қандай астарлы ой жатыр балалар? Жарайсыңдар менің ақылды оқушыларым. Өлеңде автор еліміздің кеңес үкіметінің тас бұғауынан босап, тәуелсіздік алған кезін айтады. Жаралған күннен ұл жайлы деген өлең жолдарында автор тәуелсіз ел болғанда ел тізгінін қолға алған елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты меңзеп тұр. Автордың тәуелсіздікті тегім деуінің себебі қазақ халқы қанша жыл патшалық Ресейдің саяси боданында болса да, алаштың қайсар рухы бойын кернеген, азаттық сүйгіш ел болып тарих сахнасында орын алған. Рухтың күші біздің ата-бабаларымыздың қанына сіңіп, сол жолда талай қазақ құрбан болды. Ақыры көптен күткен егемендігімізді аңсап, осы таңда тәуелсіз ел болдық. Сонымен балалар, оқу мақсатына оралайық. Өлеңде көтерілген әлеуметтік мәселе мен автордың идеясын бірге анықтайық. Шығармадағы қоғамдық әлеуметтік мәселе, яғни тарихи оқиға, кеңес үкіметінің құлдырауы, қарапайым халықтың жадында қалған тарихи оқиғалардың әсері, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихтағы орны. Міне балалар, бұл шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселе екен. Ал енді осы мәселе арқылы автордың айтпақ болған ойы, яғни идеясы қандай екен? Қазақ халқының сан мың жылдардан бері аңсаған тәуелсіздігін дәріптеу, қазақ халқының бойындағы қайсарлықты, асқақ рухты таныту идеясы жатыр. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Мен сіздерге өзіміздің чатқа аталған өлеңнен жаттау айтып, видео түсіріп, жолдауларыңды сұраймын. Назар аударғандарыңа көп рахмет.